Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Америка Құрама Штаттары Лос-Анджелес қаласынан қарапайым қазақтың баласы Жасұлан. Бүгін сіздерге осындағы Лос-Анджелестегі қысқа ғана уақыттың ішінде жетістікке жетіп үлгерген бауырларымыздың бірімен таныстыратын боламын. Жүріңіздер, көретін боласыздар. Ассалаумағалейкум. Жасұлан. Қалайсың? Жақсы, қалдарың қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Қалай, жұмыс қалай? Бәрі жақсы жатыр ма? Қалай, біздің көрермендерге таныстырайын сені. Ақжол деген бауырымыз миллиардер деп айтсақ бола ма? Алла жазса барады, бір жылдан кейін. Құдай қаласа, иә, міндетті түрде. Ақжол қысқа ғана уақыттың ішінде қанша, 1,5 жыл ма? 2 жыл болады осы мартта Алла жазса. 2 жыл. 2 жылдың ішінде үлкен жетістіктерге жетіп үлгерген бауырларымыздың бірі. Оны қазір жалпы немен айналысады, не істейді, не қояды, жұмыс барысымен таныстыратын боламыз сіздерге. Жалпы немен айналысасыңдар? Мувингпен айналысамыз. Мувинг деген ол адамдарды бір жерден, пәтерден екінші пәтерге көшіреміз. Сол негізі мувинг деген ең басты біздің неміз, направлениямыз жұмыс істейтін. Біз қайдамыз қазір? Қазір біз даунтаунның қасында, мені көрсеңіздер, мынау даунтаун LA орталығы осы Лос-Анджелестің. Біз мына жерде бізде warehouse и парковка. Бұл екінші локациямыз, бірінші локациямыз Вашингтонда. Вашингтон қаласында ма? Жоқ, Вашингтон деген көшеде ма? Вашингтон деген көшеде. Жақсы, түсінікті. Онда ішке кіріп кухнялармен танысайық. Конечно. Не істейсіңдер? Әрине, Не қоясыңдар? көрсетейін. Бұл бізде қойма ғой, Қойма, иә. Адамдардың уақытша заттарын ұстаймыз да, и қай жаққа байланысты сол жаққа жібереміз грузды, груз жиналған кезде. Тағы да қойма сияқты клиенттарға оказываем услуги. Мына жерде біздің оперейтинг менеджер дейді, осы тракторға, адамдарға жауап береді. Осы жерде отырады жігіттер, 2 жігіт жұмыс істейді. Осы тракторға жауапты и адамдарды жұмысқа диспетчерлар. Осы warehouse, мына жерде жігіттер теннис ойнайды. Осы компанияда жұмыс істейтін жігіттер. Жұмыскерлерге жағдай жасалған, былай айтқанда. Жұмыскерлерге жағдай жасалған. Бұдан басқа біз пәтер береміз, 7 bedroom. Ол біздің қазақша айтқан кезде 8 комнаталы үлкен коттедж. Сол коттеджда біздің жігіттер тұрады, $350 төлейді айына. Бір комнатада 2-3 адам. Также бэкярд дейді, бэкярды бар, артқа несі, аланы. Сол жерде де теннис бар, качалка бар, бүкіл барлық условиялар бар. Мына жерде қарасаңыздар, бізде жігіттер тренировка жасайды. Әдейілеп муверларға арналған equipment. Бұл специально, чтобы мувинг болғандықтан олар белге қатты нагрузка түсіреді да. Мынау сол именно мына жерде поясницаны соны прокачивать етеді. Сондықтан мына жерге кімнің арқасы ауырады, сол жерге келеді, мына жерде жаттығу жасайды и 1-2 жаттығудан кейін уже жақсы сезіне қалады. Әдейі осыған арналған. Мына жерде міне жігіттер тренировка жасайды, мына жерде міне баскетбол ойнайды. Түсінікті. Ал енді өзіңе тоқталайық, Ақжол. Өзің қайдан боласың, қашан келдің Америкаға? Мен өзім Көкшетау қаласынан боламын, Ақмола облысы. 2019 жылы келдім. Нью-Йоркта, бірінші келгем Нью-Йоркта, 1 ай Нью-Йоркта болдым. Сосын оқумен келгемін, тіл үйренуге. Сосын 1 жылдай тіл үйрендік осы Америкада.
Нью-Йоркта бастаған кезде 1 ай болдық. Доставкада жұмыс істедік Нью-Йоркта. Велосипедпен. Сосын осы жаққа келіп, оқып жүріп, көрдік мувинг деген не екен, қалай үлкен ағалар жұмыс жасап жатыр. Солардан көріп, қалай жасау керек екенін үйреніп, сосын өз компаниямды аштым. Осы 2020 жылы, 2020 жылы мартта трагым болды уже. Январьда бастадым сол бүкіл қозғалысты. Ковид басталып кетті. Сол трак тапқанша, тракқа бокс қойғанша сол марттан өз трагым болды. Бір трактан бастадық мартта, 2020-дан. Сол марттан бастап бір трактан жайлып өстік осы. Қазіргі уақытта локалда 15 трак жұмыс істейді, лонгта 8 трак жұмыс істейді, 2 Dodge пикап трактар трейлермен бірге, 1 семай трак, ала жаса осы ай екінші семай трак болады трейлермен, Сан-Франда 3 трак жұмыс істейді, и Сиэтлда осы ай 1 трак жібердік, ала жаса тағы 3 трак сатып алып қойдық, бокстар қоямыз, заказ қойдық, жазға дейін тағы 2 тракқа, хина трагына. Ала жаса сезонға дайындалып жатырық. Жақсы, сезонды бізде алдағы жазға айтылсын ғой, жазда жұмыс істеген өте көп болады ғой? Жазда сезон жұмыс көп болады, әсіресе осы LA-да. Жалпы компанияның деңгейін анықтап алайық, көрермендерге түсінікті болсын, не туралы айтып жатырмыз, не істеп жатырмыз деген сияқты түсініктірек болсын. Оборот қанша компанияның осы барлық айналысып жатқан істеріңнің? 2 астана компаниям бар. SOS пен Ақназар мувинг деген. Ақназар баламның атына қойғам, екінші компанияның аты. Керемет. Сол 2 компания 700, сол 1 айда 700 оборот. Тағы 3 компаниям бар, кішкентай. Оларда ол жаңағы штатаралық жұмыс істеп жатқан? Жоқ, оларда ол локал жұмыс істеп жатыр. Ол компанияларда өзінің оунерлары бар. Мен осы SOS-та жұмыс істеп жүрген кезде жаңағы дарынды жігіттерді, өзі қазақ жігіттерді, таза ақша жағынан жұмыс істейтін жігіттерді таңдап, осы соларға инвестор болдым. Предлагать еткем, что вот 2-3 трак алам, жұмыс істейсің бе, процентқа осылай бөлісеміз деп, осы жұмыс істеген бір менеджер қазір Сиэтлға барып, локацияның, сол бренчтің, филиалдың қазір директор болып жатыр. Сол жақта қазір көңіл қатты аударып жатыр. И сол Сиэтлді ала жаса осы жылы, осы LA-дің оборотына дейін жеткізбекшіміз. В общем, алған кезде сол 1 айда 1 миллион обороттай бар компанияда. Керемет, жақсы, одан арыға еселеп өсе берсін дейміз, берекесін берсін деп тілейміз. Достар, кішігірім үзіліс жариялап жіберейік, сіздерге айтар жақсы жаңалығым бар. Осыдан бірнеше апта бұрын Instagram парақшамда сүйіншілеп хабарлаған болатынмын. Енді бүгін сіздерге айтайын. Осы уақытқа дейін YouTube'те контент Американың тыныс-тіршілігі, осындағы қазақ бауырларымыздың өмірі, жеткен жетістіктері жайлы көптеген мәліметтермен бөлісіп келдім. Және де олардың барлығы сіздердің пайдаларыңызға асты деген үміттемін. Әрине, сіздердің тараптарыңыздан көптеген жылы лебіздер келіп жатты. Олармен қоса көптеген толассыз хаттар да келуде. Яғни Америкаға қалай барамыз, Америкада жұмыс жағы қалай болады, ол жаққа визаны қалай толтырамыз деген сияқты заңды сұрақтар туындап жатты. Енді бұлардың барлығына жеке маған келген хаттарға мен өзім көп жағдайда жауап бере алмай жаттым. Яғни нақтыланған өтініштер бойынша ғана виза толтыруға көмек бересіз бе, құжат бойынша қандай да көмек көрсете аласыз ба деген сияқты сұрақтарға мен қолдан келгенше өзімнің тарапынан көмек қолын созып толтыруға, құжаттарды реттеуге көмек беріп келдім. Енді осы уақытқа дейін жасап келген қызмет түрлерін жаңа деңгейге көтеріп, масштабты түрде сіздерге қызмет көрсету мақсатында Visa Travel Consulting компаниясымен серіктестік құрдым. Яғни осы компанияның мен толыққанды үлескері атандым. Құттықтап пікірлеріңізді қалдырып қойсаңыздар болады. Сіздерге компаниямыздың толыққанды қызмет түрлерін айта кетейін. Біріншіден, әлемнің 72 мемлекетіне виза толтыру жағын қарастырамыз. Яғни Америкаға виза керек болатын болса, немесе Европаға виза керек болатын болса, біздің компанияға хабарласыңыздар, толыққанды құжаттарыңызды рәсімдеп, толтырып, дайындап беретін боламыз. Және де болашақ бағдарламасына қатысты арнайы дайындық курстарымыз бар. Яғни әлемнің кез келген университетінде оқуға мүмкіндігіңіз бар. Сол мүмкіндікке
жетістікке жетуге сіздерге көмек береміз. Және де Америкаға балаларыңызды жаздық демалысқа жібергілеріңіз келсе, бізде арнайы 2 апталық жаздық лагерь ұйымдастырылып жатыр. Осы бойынша және де виза бойынша, болашақ бағдарламасы бойынша қызмет түрлері қызықтырған болса, біздің компанияға хабарласыңыздар, қызмет көрсететін боламыз. Компанияға қатысты толық мәліметтің бәрі сипаттамада. Офистеріңде адамдардың, бүкіл қызметкерлердің барлығы осы жерде ғой? Бүкіл емес. Получается, бізде Қазақстанда офис бар, основной. Мына жерде, мысалға, офис. Мына жерде біздің бухгалтеріміз отырады. Бухгалтер отырады. Иә, мына жерде бухгалтер отырады. Мына жақта? Да, кішкене тыныш боламыз. Мына жақта міне 3 селс отырады. Міне ең басты селс. Жігіттер жұмыс істеп жатыр екен, келерге жасамай қойық. Мына жақта? Осы жігіт тапсырыс алады жұмысқа. Барлық компанияға түскен тапсырыстардың барлығын осы жігіт алады да Қазақстанға жібереді, осы жерде отырған 2 жігітке жібереді. Мына жерде бізде конференц. жиналыс өтетін жер. Осы жерде біз 7-сіне бір рет жиналамыз. Біздің Сәуле, бухгалтер. Сәлеметсіз бе? Көбінесе менің компаниямда қазақтар жұмыс істейді. Және де орысша сөйлейтін адамдар көбінесе, русскоговорящий дейді ғой. Мынау бізде, да, отдыхайка дейді, демалатын жер осы жерде. Отырады, демалады, телевизор көреді, мына жақта холодильник, чай ішеді, кофе, тамақ ішеді и так далее. Бұл менің кабинетім. Осы жерде мен күнде жұмыс істеймін. Мынау бізде камера, мынау компьютерлер. Осы аймақтың барлығында осы камералар орнатылған, иә? Камерамен қарауға болады. Мынау біздің трактор мына жерде. Басқа локация, мына жерде мысалға 5 трак тұрады, басқа локацияда 22 трак, және де әрдайым жолда жүретін бір 3-4 трак бар бізде. Біз осы жарты жыл болды, long distance жасаймыз. Қала аралық, Америка бойынша доставка жасаймыз. Мысалға Калифорниядан шығамыз да, и Нью-Йоркқа дейін, Флоридаға дейін. Кез келген бағытта жұмыс жасайсыңдар ғой? Барлық бағыттарда. Және де бізде қазір Лос-Анджелеста міне осы основной офисіміз осы. Тағы бізде Сан-Францискода офис бар. Ол жерде біз также локал жұмыс жасаймыз, long distance жасаймыз. Тоже шағын warehouse бар осындай. И Сиэтлда да бастадық міне. Вашингтонда Сиэтл. Тоже warehouse алдық. Ол жерде warehouse енді үлкенірек болады. Осыдан кішкене үлкенірек, бірақ тоже пока основной Лос-Анджелестамыз. И ала жаса осы жылда East Coast'та, міне, East Coast деген мына жақ, Нью-Йорк жақ, Флорида, сол жақта ала жаса тағы бір 2 локация ашамыз. Осы план, жоспар осындай осы жылға. Керемет, жоспарлар орындала берсін дейміз. Мынау алғыс хаттар ма? Алғыс хат дегенде сол спонсор болғанбыз бір уақытта мероприятияға, қазақ комьюнитидің. Мынау осы California Moving and Storage ассоциациясының несі? Мембері. Соның мүшесіңдер? Соның мүшесіміз. Сосын BVD полностью accredited. 2021-ден сол жердеміз. Бұл бізде не сонда? Бұл бизнестардың аккредитациясы. Оған кіру үшін сенде бүкіл лайсенс болу керек, құжаттарын түгелі болу керек. Иншуранс деген страховка. Сол не только компанияға, также өз работниктарына болу керек. Керемет, оның барлығын ескерген екенсіңдер. Негізі көп жағдайда мувинг компанияларда бұндай страховкалар жоқ, иә? Өйткені ол қымбат, ондай страховка алу үшін. Аз дегенде 12-13 мың жылына сол страховка үшін жай, чтобы просто поддерживать, сол страховка керек болады. А так, оған қарамастан біз тағы үстінен дополнительный. Вот мысалға сен жұмыс істемесін, сен мысалға жұмыстан тыс сені страховать етін сол страховканы сатып алып, кім официально бізде жұмыс істейтін жігіттер. Қазіргі уақытта бізде 9 адам, муверлардың ішінде 9 адам официально жұмыс істейді. Керемет. Жаңа Қазақстанда қанша жігіт істейді дедің? Қазақстанда бізде 6 жігіт жұмыс істейді, 2 sales, осы жігіт сияқты тапсырыс алып отырады, 3 диспетчер, осы груздарды табады, жібереді. Негізі енді бұл
қалыпты жағдай ғой. Көптеген осындай логистика саласында жұмыс істейтіндерге диспетчерлердің көбі елде отырады, ТМД елдерінде отырады. Жалпы Қазақстандағы бауырларымызға да жұмыспен қамту жағын ойластырып, жасап қойған, ретке келтіріп қойған. Тек қана Америкада емес. Ол бәріне ыңғайлы да. Өйткені Қазақстандағы жігіттер $1,500–3,000 дейін табыс табады. Және біздің жас қазақтар, жас балалар өте талантты, дарынды жігіттер, қыздар, ағылшындары менен 10 есе жақсы ағылшын сөйлейтін адамдар бар. И вообще акцентсіз сөйлейтін адамдар бар біздің Қазақстанда. Ең бастысы ол тіл табыса білу, клиенттермен жаңағы тілдік деңгейіңіз өте жоғары деңгейде болу керек диспетчер болу үшін. Ақжол, қайдамыз біз қазір? Бұл екінші базаң ба? Негізгі базаң, Трактор тұратын негізгі база осы. Осы жерде 22 трактор тұру керек. Получается, осы міне 2 хина трактан бастап, ана жердегі машина тұр ғой, Toyota, сол жерге дейін біздің трактор тұрады. Мына базаның жартысын сен алып отырсың, иә? Осы базаның жартысы да. Жақсы, түсінікті. Мынау трактордың тарихын білетін шығарсың, әр трактың иесін сезетін шығарсың. Иә, басындағы 5-6 тракқа дейін өзім неткем, менеджмент жасағам осы тракторға. Содан кейін менеджер алдық, қазір 2 менеджер жұмыс істейді. 2 адам осы бүкіл тракторға жауап береді, адамдарды қояды жұмысқа. Мысалға мені, шаршап қапты уже, 3-ші трагым. 3-ші? Өзім барып сатып алғам осы 3-ші тракты. Басында осындай қоятынбыз нелер. Бокстар ма? Бокстар, сары. Содан кейін сарыдан кейін ақтарға көштік. Ақ бокстар қымбат тұрады білімше. Кішкене қымбат тұрады, өйткені ақ бокстарға біз міне көрім бойынша брендирование дейді ғой. Сол логомызды жабыстырып, осы стикерлер жабыстырамыз осы ақ тракторға. Қазіргі уақытта міне осы трактор болмай тұрған жерлердің бәрі жұмыста жүр. Кейбір трактор жұмыстан келді. Тағы бізде жақсы трактор, міне Hino сияқты трактор жұмыста жүр, значит. Мына GMC трактор міне осы. LA-дің өзінде мен білуімше, мен қанша білмеймін, бір 50-ге жуық компания бар шығар. Сен көбірек нақтырақ білетін шығарсың. Сол неге мувингті таңдайды біздің қазақтар? Өзің мысалға не үшін сені ол қызықтырды да? Неге дәл мувингті таңдадың? Қандай басқа бизнестерден қандай ерекшеліктер бар жалпы осы салада? Мувинг деген енді оңай жұмыс емес. Көбінесе американдықтар жұмыс істемейді. Соны да ескеру керек. Біздің енді шындығын айтсақ, жігіттер көп қой, Қазақстаннан келетін, СНГ-дан келетін жігіттер. Сол басында бастаған кезде документтері болмайды, баратын жерлер сол мувинг. И былай қарасақ, мувинг негізі СНГ-ның адамдары жасайды көбісі, және еврейлер. Еврейлер көбінесе long distance жасайды да. Біздің жасап жатқандарымыз осы long distance, тоже warehouse-тар бар, солай. Сондықтан көп СНГ-дан келетін адамдар көбісі мувинг жасайды. Өйткені бізге ыңғайлы, біздің комьюнити дейді ғой, сол комьюнитінің көбісі сол мувингта. Біздің адамдар опыт жақсы, енді ала жаса қазақтар көп келіп жатыр, енді ресторан ашатын шығар, сосын енді біреу басын бастап берсе, артынан еретін шығар біздің жігіттер. Тағы қандай ерекшеліктерін атап өтер едің мувинг саласында? Басқа бизнестерге тән емес десек те болады. Бастауға қиын емес, ол офлайн бизнес қой. Сен бастайсың, трак сатып аласың, расходтардың көбісі сол трак болады. Мысалға қолынан келмей жатса, сол тракты сатып алдың да сатып жібердің, и бизнестан қатты ущербсіз шығып кетуіне болады. Сол жағда қолайлы, мысалға шығуына, кіруіне мувингтан. И конкуренция. Мысалға біздің қазір СНГ-дан көп адамдар ашып жатыр. Конкуренция жағынан қалай бір-бірлерімен бақталас жағы, жалпы компаниялардың көптігі әсер етпей ма? Жоқ, рынок өте үлкен. Өте үлкен рынок. Бізден басқа, қазақтардан басқа тағы компаниялар көп. Google-ды жай ашып
мувинг компания десең, Иә. каждый 1 майл сайын бір компания тұрады да мысалы. Мен білемін. Компаниялар көп, иә. Анау енді бұл Америкада барлық компаниялар заңды түрде тіркеліп, барлығы жайлы ақпарат мәліметтер бар ғой, интернетті ашып қалсаң. Мысалы Калифорнияның жаңағы арнайы мемлекеттік сайттарына кірсең де тізімдерін ашып қалсаң, фамилиялары офтан бітетін біздің СНГ-ның, ТМД-ның жігіттері, қыз жігіттері. Осындай жаңағы бәсекелестіктің арасында осындай деңгейге жету қаншалықты қиын болды? Қаншалықты оңай немесе? Сыры неде жалпы? Бір жағынан өте жақсы болды. Біздің үлкен ағаларымыз осы мувингта болғанына көптеген қателіктерден сақтады. Көрсетті, қай направлениеде жүру керек екен, қалай істеу керек екен, басын бастап берді. Сондықтан басы бастау оңай болды негізі. Ары қарай енді қиыны сол 4 трактан арту қиын, негізі 3-4 трактан дальше ары қарай өсем десең, сол жағы кішкене қиынырақ болды. Негізі ең басты өсудің бір себебінің бірі адамдар. Мені қоршаған адамдар. Сол адамдар бір команда сияқты жұмыс істедік бәріміз. Сондықтан компанияның осындай деңгейден жетті, осы аз уақыттың ішінде. Команда қандай болу керек сонда? Команда мықты болу керек қой енді. Тұрақты сенімен бірге болу керек па? па? Иә, мен Бұл жерде мысалға менен бұрын басында бастаған муверлар, мысалға да, жігіттер до сих пор менімен жүрді. Көбісі менеджерлар болды, сенімді жігіттер. Сол екі жігітке сол компания ашып бердім басында бастаған, сол мықты жігіттерге. Сол команда жақсы болды. Жалғыз мен ғана емес, өйткені адамдар, қоршалған адамдар жақсы болды, жігіттер сенімді болды. Сондықтан ең басты сол адамдардың несі. Осы бизнеске крем деушілерге, енді бізге дейін де келген қазақтар, бізден кейін де келеді, бола беретін жайт қой. Бизнес жасауға келеді адамдар, оқуға келеді. Алдағы осы салаға крем деушілерге қандай да бір кеңестер айтасың ба? Өз ісіңді жақсы көрсең, әрине, бәрі қолынан келеді. Қиыншылықтарға қарамай, жұмыс істеп, бір қиыншылықтан сүрініп, қайттан тұрып, солай жұмыс істесе, әрине, жақсы жетістіктерге жетуге болады, әрине. Қандай да бір қолдау көрсетесіңдер ме? Жаңадан келіп жатқан бауырларымызға жұмыс беріп деген сияқты. Иә, әрине. Ол жағы қалай? Біздің қазақтарға әрдайым қол созуға дайынбыз. Әсіресе біздің осы жанып тұрған жұмыс істеймін дейтін жігіттерге әрдайым вакансиялар бар. Мен өзім осы жігіттердің арасында әрдайым жүремін. Өзім мысалға көрем ғой енді, көрінеді ғой. Жақсы жігіттерді, адал, жаңағы алға ұмтылған, сонда жігіттер болса, оларға спонсор болып, көмектесіп, менеджер қылып, менеджер болмаса басқа қаланың филиалы қылып. Қазір біз осы жылы бізде пландар көп енді. Жаңадан келген жігіттерге жұмыс береміз, үй береміз, тұратын. Жақсы, енді қазақ жігіттер келетін болса хабарласын, номерімізді береміз, звондасын, жұмысқа тұруын көмектесеміз. Жақсы, керемет. Ондай болса, сұхбатқа келсіп, осылай уақытың бөлген үшін саған көп рахмет, Ақжол. Сәттілік жұмыста. Жақсы. Жоқ. Жұмыста береке тілейміз, өсіп өне беріңдер, жарайсыңдар. Қазақстан жігіттері. Алға.